Şurasını tenceresini tanımıyorum özüm. Қазір танысамыз. Енді осы бәріміз уақыт тұрғанды қалаймыз, ұзақ өмір сүргенді қалаймыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи айтқан, кім ұзақ өмір сүргісі келсе, уақыт тұрғысы келсе, туысқан қарым-қатынасын ұстаныңдар деген. Сол туысқан қарым-қатынасымыз арқасын жалғаса берсін. Жиі бас қосып тұрайық. Тараздықтармен таныстырайын. Өзімнен бастап атсам, осы Саудагер ауылында Жантөре Сапабек деген кісінің баласы, есімі Нұрғали. Көне Тараз қаласында тұрамыз. Бірақ та осының жерім осы байқадам. Серік ағамыз Машенов Серік Ровно деген ауылдың қасында тұрады, Тараз қаласында. Осы кісіге сөз беремін. Құдай болсын шығар. Мен өзі 25 жасында жаратылып болған адаммын. Мен екі адамды білсем, үш адамды білмеймін. Сенен бірінші ұстап қалдым, осындай таныстырып жібер, сосын жоқ сөзімізді айтайын. Әркім өзі айта алады. Енді ағайындар, Тараздың төңірегінде төлем ағайындар өте көп екен. Осы Басқосарда, ашық кезінде осы кісілердің тең жартысын енді жартысын көрсін таним, жылдам таныстыруге тырысамын иншалла. Осы Машенов ағамыз Таразда, Ровно қаласында тұрады. Серік аға Рахымжан апамыздың 3-ші ұлы 63 жылғы Тараз қаласында тұрады. Сұрқаларда ұстандығы шешесі болған сөйлеп, соның мен үлкен баласым, Сейіл асым. Мына өлем үшіншінің, төртіншінің, төртіншінің, төліп. Өзі көрсен адам жоқ. Мен өте қуаныштымын, осыншама туысқандардың көп болғанына қуанып жатырмын. Ана кісі алтын, менің үлкені. Әрқашанда осы ауыл білдіріміз мықты болсын, туысқандығымыз арта берсін, өсірмейік. Әрқашанда осындай жақсылықта бас қосып, сәлеміз зор болып, туысқанымыз көбейіп. Бұрынғы айтқан ғой, көшеуіміздің баса қолын жүрмейді, ағайын көп болса да бізбейді. Сол ағайын көбейген сайын қуанып жатыр. Ағайын көбеймейді. Мойынқұм ауданында Ұланбел деген ауылдан Ерболат деген бауырымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум туысқандар, менің есімім Ерболат. Әкемнің аты Зауытбек Мұхаммеден. Сол. Сарыемер ауылынан Мұхаммеджан ағамыздың баласы. Ассалаумағалейкум. Ағай бауырлар, Мұхаммеджанның оғы Сәкен деген. Мен шешемді алып келдім, шешем сонда. Қалған інілерім келе алмай қалды. Осылай құрылтайға келіп жатқанға қуаныштымын. Жасап жатқан кісілерге алғысым шексіз. Талас ауданы Шарал ауылынан Жексен ағамыздың інісі Жексенбай келіп отыр. Жексенбай сөйлейміз. Ассалаумағалейкум, ағайын бауырлар. Мен Талас ауданы Шарал ауылында туып өскен. Әкемнің аты Мәмбетәлі, өзімнің атым Жексенбек. Той құтты болсын. Дан да көбейе дейік. Тараз қаласынан Жамалбек ағамыздың ұлы Жаслан ініміз келіп отыр. Спортсмен, чемпион облысы по боксу. Ассалаумағалейкум, құрметті туысқандар. Мен осы Жаңатас қаласы Жаңар ауылынан боламыз. Мына жерде атам отыр, Жанайата. Сол кісінің інісі Жамалбек деген соның ұлы болам. Тараз қаласында тұрамыз. Барлықтарыңызбен танысып отқаныма қуаныштымын. Үстіп таныстық арта берсін. Құрметті ағайындар, мынау
Бүгін барлықтарыңыз жиналып жатсыздар, орталарыңыз толсын, туысқандық арта берсін, осындай жиын жиі бола берсін. Мен мына білетін шығарсыздар, жаңалықтағы Жұмабай деген кісінің жұбайымын. Есімім Әлия. Мынау кіші балам, міне Руслан. Біз Таразда айтып жатсыз, Ровныйда тұрамыз бізде. Өнер мектебінің артында. Араласа жатармыз. Мен Төлеп Көйлінің Мұхамеджан деген кісінің жолдасымын. Тама болам, Төлеп Көйлінің. Сол енді мына жасап отқан нелеріңіз құтты болсын. Бәрі нелеріне барып танысып әйтеуір. Бірісіп жан-жақта. Соған қуаныштымын. Анау, биыл мына бүгінгі жинап отқан төлеп кісілер, мынау жан-жақтан келіп отқан. Барлықтарыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін, үйлеріңізде той болсын, жақсылық болсын, аман есен отбасыларыңызға оралыңыздар. Тілектеспін. Ақ жол барлықтарыңызға. Қуаныштымын, қуанып отырмын. Төлептің қызымын, төлеп айтты ғой сен. Жақында Рабсына қайтқан Амангел ағамыздың жұбайы Гүлнар жеңгеміз. Құрметті ағайындар, қош келдіңіздер біздің ауылға. Бүгін тура 30 күн болыпты, бір ай болыпты. Мен жан-жарым Амангелді орталарыңызда отыру керек еді. Сол дүниелік болды, инсульттан кетті. Бірақ осы Тараз бойынша номер 1-ші ұйымдастырушы болды. Соның басын бастап, ортасына келгенде осы Нұрғали ағасына тізгінді беріп, ауырып больницаға жатып қалды, содан кетіп қалды. Бірақ бәрілеріңізбен чатта отырды, Амангелді деген атпен. Көп жақсы нәрсе жазып отырды, көріп отырдым. Енді бәрілеріңізге құрметті ағайындар, айтарым 9 тамыз күні сағат 13:00-де Ыдырыс ресторанында сол менің Амангелдіме 40 күндік ас береміз. Соның ішінде болыңыздар, шақырамын. Не болмаса сырттан Таразға қыдырып келіп жүрсеңіздер, Роза Бағланова көшесі, номер 16-шы үй, біздің есігіміз әрқайсыларыңызға ашық. Келіп қонақ болып кетіңіздер. Мынау ағайындығымыз арта берсін. Ылғи да осындай ынтымақта, берекеде, мерекеде бола берейік. Дендеріңіз сау болсын, аманшылықта болайық. Үйлеріңізде тек қана той болсын. Мен өзім атақты қобызшы, ықыластың ұрпағымын, жөгіге жиемін, шақалардың. Одан кейін өзім Тынышбай ақым бар ғой, Алтайдың ар жағынан келген арудың авторы, соқсының қарындасы боламын. Өзім журналист, педагогпын, көптеген жазған кітаптарым бар. Мұғалімдерге арналған әртүрлі қазір журналдарым бар, педагогикалық, сода жұмыс істеп жатырмын. Мен қазағымның осы өркендеп өсуіне үлкен үлес қосып жатсыздар деп есептеймін. Бәрілеріңіздің үйіңізде тек қана осындай жақсы жиын той болсын. Аман болыңыздар. Бар ма? Жаңа бір сөзімді кішкене қуаттап жіберейін. Мына ашаршылық заманда, ашаршылық кезінде арқадан үш алтай кетті ғой, сас өзенінің Алшын, Намма, Жалабай, шетке шығуға. Соның 36 мың халық бері қарай шығаған ашықта. Соның 3-тен 2-сі қайтыс болып, бір бөлігі
осы аман есен мына таластың бойына жетіп шығылды. Мына Шабақты өзенінің бойына келіп, үкімет адамдары алдынан қарсы алып, осы жерге орналастырды. Мына Сарысу ауданы дегеннің тарихы өзі тереңде жатыр. Жаңағы айтқан 4 ата Жезқазған, Жаңақорған, Қулы, Мұңды тауларының қасында Сарысу өзені ағады, теріс қарай. Сол Сарысу өзенінің бойына орналасқан жаңағы 4 атамыз. Сол Голощекиннің асыра сілтеу болмасын деген шолақ саясатының арқасында біздің аталарымыз нәсілі өшірген бұйырған. Ат тұяғы кетіліп, ұшқан құстың қанаты талатын бетпақтан өткен. Ол жерде талай аталарымыз, әкелеріміз қалған. Әлгенмен. Одан кейін Шу өзенінің бойына жетіп жығылады. Өмірі балық деген затты көрмеген. Ана балықты ұстап жесе, оны қайнатып жесе тамақ болатынын, аштан өлмейтінін білмеген екен біздің аталарымыз. Себебі арқада өскен. Ол шудан өткелді білмейді қай жерінен, кім қай жерге тура кеп қалды, сол жерден өзенге секірген, ер қабаты терең жардан шығуы әлі жоқ, біразы сол жерде суға кетіп ағып кеткен екен. Шаштары жайылып, қарындары теңкелеп, ағын суға ағып бара жатқан осы біздің 4 атаның аталарымыз. Одан өтіп, аз ғана тобы атақты Мойынқұмға келіп тіреледі. Жазды күні күн бір ысыса, құм 2 сы. Сол ыстық құмда сексауылдың түбін қазып, соның болар-болмас ызасына бетін басып, содан шөл басып, ыстықтан қашып, басын тұрып жатады екен. Түс қайта кеш басталарда, әлі келгені жаңағы өзі қазған шоқырдан басын алып шығып деседі, әлі келмеген адам сол өз қазған шұқыры өзіне мола болып бұйырып, сол жерде аяқ қол тырбандап жатып қалған екен. Соны көрген біздің аталарымыз. Сол аталарымыздың ішінде Төлеп атамыз да бар. Сіздермен біздердің осы отырған, бүгінгі жиынды жасап, басымызды қосып отырған азаматтарға рахмет. Сол Төлеп атамның ұрпақтары бүгін нәсіп болып сіздермен бас қосып отырмыз. Бағана таңертең Тараздан ертерек шықтық. 7 жасқа толған немереміз бар еді. Ақкөлдің маңына тоқтадық енді, кішкене аяқ суытады. Қасымыздан алматылық нөмір машинасы барлар өтіп жатыр. Соны айтып қуанамыз. Міне алматылық Төлептен біздің жиынға келе жатыр деп қуанып айтып жатырмыз. Осы әңгімені естігелі бері қуандық. Қашан болады, қашан жетеміз осы күнге деп күттік. Міне Алла бүгін сіздермен басымызды қосып отырмыз. Бұл да мына алғашқы қой, әр нәрсенің алғашқы кезде үлкен істің әсіресе, үлкен істің шамалы жетіспеушілігі, кемшіліктер айтпайық бұл жерде сондай іс болады. Оған кешіріммен қарағандарыңызды сұраймыз. Алматыдан мені Қанат бауырымды естіп қаламыз. Мен өзі телефонға көп отырмайды. Звонок келсе басып сөйлесемін, сыртқа бір өзімнің адамдарым бар, соған шаламын. Жазу не қылуды көп аса біле білмеймін. Қазір үнім болады жақсы. Шені қояды ұшы. Мына елге, мына жиналған қауымға жақсы сөзімізді, ниетімізді айтайық. Тамақ ішуге бола келгеніміз жоқ қой. Міне әдем апаларымызды көріп отыр. Осыдан 40 жыл, 50 жыл бұрын сыңғырлаған сұлу, сымбатты жеңгелерімізді. Міне қазір бір үйдің жапырағын жайған бәйтеректей болып, бір үйдің үлкен апасы болып отырмын. Балапандар ерген, сұрайым апа? Мақыда. Біздің ауылда бір сөз бар еді, судья закон деген, судьяцы закон. Қасымдағы админ бала болу керек, біздің Тараз бойынша. Біз әр уақытта соған бағаны өткенбіз. Себебі советтің көзін көрдік, қызмет сатысынан өттік.
басшымыз айтса басымызды иек, қайда жұмсаса сонда партияның солдаты болып жүрген адамбыз. Жақсылық болсын, аман есендік болсын. Мына жаңада бір сөзімді айтып қалдым, кейіннен ағайын туыспен танысып жатыр деп. Әкемнің көзін көрген, әкемнің туысқандарын 25 жасында қолына алып, сол кісілерді таныдым. Мен өзім ошақтардың ішінде туып өстім. Бізде екі тама бір қазақ деген сөз қалған ошақтардың ішінде. Екі тама бір қазақ келе жатыр деп күледі. Бұл не деген ғой? Бұл не сөзді? Білсем ошақты ағайындар атасында рахмет, сол бұяқтан ашығып, еркіміз кезеріп, арып ашып келгенде қамқор болған кісілер екен. Менің әкемнің ағасы Бергман атамыз сол Үшарал, Шапырашты Бозарық колхоздарына соғыстың алдыңғы кезінде, соғыс кезінде, соғыстан кейінде біраз жыл ауыл совет болып істеген екен. Кейін жүйе тарағаннан кейін ауыл әкімі деп атады. Сол әкемнің ағалары Айдарбай деген атамыздан шыққан екен. Сол Айдарбайдан Нақып, Мәжілеп, Нақыптан Бегман атам, Бексұлтан ағам, Бегманнан Сейітбек ағалары. Соның балдары немерелері үшінде отырдым. Жаңағы сол кісімен бірге Нақып атаммен бірге тұрған Мәжілеп, Мәжілептен менің әкем Кишімбай, сонымен менімен бірге тұрған Жексенбек деген ағам болған. Соның балдары беріп отырған осы жиынға. Ондағы мақсат міне ағайындармен танысайық, жолығайық, білсейік деген мақсат. Мен естілгені бері Төлеп атамның ұрпақтары өсіп бас қосып жиналды. Бір дастарханнан дәм ішті, бір жағадан бас, бір жерден қол шығарып отырған осы деп біледі. Себебі менің есімде жоқ. Мүмкін болса болған шығар, мен өзім жаңа айттым, мен сыртта өстім, нағаштарымның ішінде. Ол менің есімде жоқ. Ал енді ештен кеш жақсы дейді. Осы жақсы тірлік, алтын көпір, асыл шынжыр, алдағы уақытта жалғасын тапсын. Осының басынан басқасын өрген азаматтарға тағы да рахмет. Аман болыңыздар, аман болайық, жақсылық болсын. Енді Нұрғали'нің осы жерде, мына жерде келіп жата алмай қалды. Бәріміз Жамбылдықпыз, Таразбыз дейміз, Байзақтан келген екі көкем отыр. Сол кісілерге апарып берді қошайды. Нұрбол мен Ерлан, Оразата мен Темірата. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбатты ағайын туыс бауырлар. Ортамыз болсын, құтты болсын, құрылтайымыз басымыз көп болсын, еліміз сау болсын, қарттарымыз аман болсын. Төрде отырып ақ батасын беріп, артында еріп келе жатқан ұрпақтың бақытын дұрыстап отырсын. Мен қуаныштымын осылай келіп отырғанымызға. Біз енді Сарыгерлерден келдік. Қасында тұрған әткен атамның ұлы Ақынбай, Темір атаның ұлы Ерлан, Оразатаның баласы Нұрболат, оның немересі Ержігіт, мен әткен атаның інісі Әтжанның немересімін, есімім Артур. Көп болайық, бар болайық, аман болайық, сау болайық, қазақ елі аман болайық, мықты тама жұрты аман болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жиынға, құрылтайға жиналған Төлеп бауырлар. Бүгінгі жиындарыңыз құтты болсын. Жиын бұдан да жалғаса берсін. Мен ол қазір сөзді аяқтап сөйлеген Секең ағамның ағасы болған Жексен деген. Сол кісінің үлкен баласымын. Атым Ербол, сол Таразда Шайқорықта тұрамын. Қуаныштымын бүгінгі жиында осындай жаңағы тұста айтты ғой, біраз күттік асығып, осындай құрылтай қашан болады деп, ол алғаш сыбыс шыққаннан бері естігені біраз осыны қай уақытта болады екен деп, қашан жиналар екенбіз деп
қалай болады екен деп жүрмін. Өте тамаша, жақсы жиын өтті. Барлықтарыңызға рахмет. Ол алыстан, жан-жақтан келген, Алматыдан, Шымкенттен келген қонақтарға ақ жол, аман есен елдеріңіз оралып, Алла қаласа бәріміз басымызда осындай жиын тойда жоқ тұрсын. Тойларыңыз тағы той боласын. Бұл да бір кішкене той болмады ғой, төлектер үшін. Жақсы аманшылық болсын. Ал бәрекелдер жиналып суретке түсіп алыңыздар. Бағана мен айтқандай, өнерлі азаматтар болса, домбыраны алып, өнерлеріңізді көрсетіп, күйлеріңізді тартып, әндеріңізді айтып отырыңыздар. Өйткені ондай өнерпаздың бар екенін осы келген жұрттың көріп білгені де жақсы. Қазіргі ер жігіт деген балаларымыз бір күй тартып біледі, қабыл деген. Дәлден астан алып отырыңыздар. Туыстар, орындайтын күйім Сеген Тұрысбековтің «Көңіл толқын» атты күйі. Самайда
мынау қалған бір йордасында ол үшін ана балық базар деген бабамыз айтқан екен, өнерпазға әу дегенің ат мінгізіп шапан жапқанмен бір дейді. Біздер өзі мақтаншақ келеміз. Әу деп қойсаңыздар, арқамыз қойсақ, шапалақ қойсаңыздар, одан сайын тартқымыз келеді. Мен анау езгіттен күйге шеберлігіне таң қалып тұрмын. Домбыраның өзі еттеп өмет, әнге күйге арналған. Менікі әнге арналған. Одан кейін бұл домбыраның кейін кезі бір әйелім сияқты қырсықтың не шығарып жатыр, бақындаймын. Соны бағындырып, күйге көтеріп тартып отқан, бұл езгіттің шеберлігі. Соған бір шапалақ ұрып қойыңыздар, тағдырын кетіңдер. Күйді орындамастан бұрын күйдің тарихын айтып берейік. Күйді мың адам тыңдап бір адам уат демекші, күйді жай тыңдап мың адамның қатарына кірмей, тарихын біліп бір адамның қатарына кіріңіздер. Дәл қазір орындайтын күйім Төлеген Момбековтың салтанат атты күйі. Төлеген Момбековтың жұбайы, яғни әйелі, өмірден озған соң 2 аптадан өткен соң Төлеген Момбеков ағамыздың салтанат атты кішкентай қызы үйіне келген кезде жылап отыр екен ағамыз. Салтанат дейтін қызын үлкен әпкелері жылатып, ренжітіп қояды. Содан Салтанат дейтін Төлеген ағамыздың кішкентай қызы жылап отырып, апам айтам деп жылап өксіп отырады. Соны көрген Төлеген ағамыз, жарқым, қайтейін, енді апаң саған да маған да жоқ деп домбырасын алып жұбатып қойып көшеді. Содан салтанат атты күйі Салтанат дейтін қызына арналады. Қабыл алыңыздар.
анадан шыққан таланттың басы қорқыттан кейінгі ықылас қылғауыздың несі. Одан бері Тәңірберген Молдабай дейді бабамыз. Ал одан бері қарай шығып жатқан Илья Жақанов бар, маған айтып кетті Тынышбай Рахымов бар, Сәуле Бейсова, Ардақ Исатаева. Осы өнерді домбыраның қос жігінен төгілдіре ән айтып күй тартып жүрген кісілер. Міне солардың ізін басып жатқан біздің ержігіт деген балаларымызды көріп отырсыздар. Таланты талантында өсе берсін, бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді мынау таныстыруымыз жалғайық. Бағана айттық қой, негізгі осы сазудағы тамалардың көп шоғырлары мына жөгілердің отқан жері біздің қазіргі Ұзақбайсыздық ауылы дейміз, Жаңарық ауылында. Сол араларында Ақтоғай бар, Жаңарықтан келіп отқан, ондай Жайылмадан келіп отқан ағайындар ортаға келесің. Жаңарықтан, Жайылмадан келіп отқан ағайындар ортаға келіңіздер. Сырттағылар болса шақырыңыздар. Жаңа ағамыз бастаған. Жаңа ағамыз қайда? Ал аға, жаңа аға мынау өзіңіз бастап, мынау жақтағы әнелеріңізді, бауырларыңыздың бәрін таныстырып өтіңіз. Ал енді мына құрметті отырысқа жиғанымыздың ғалым барлықтарыңызға біріншіден рахметімізді айтамыз. Дендеріңіз тол болсын, аман есен болыңыздар. Алдымызда үлкен ағаларымыз, жеңгелеріміз, апаларымыз аман болыңыздар. Сіздердің арттарыңызда біздер мына кіші кейінгі бауырлар бәріміз сіздердің үлгі алып, өніп алып жүре білейік. Ал енді мынау құрылтайымыз енді осы жалғаса берсін. Кейінгі жастар бірін-бірін танып, білсін, ағайын туысқан кім екеніміз. Мен енді осында өзімді 70-ке келіп қалдым ғой, бір адамды танимын енді. Менен кейінгі мына інілерім, балалар енді бұлары білмейді ғой, осылар біліп атқаны жақсы да, сырттан келіп отқан ағайындардың бәрімен танысқаны. Енді мынау енді осы жалғаса берсін, осы құрылтайымыз. Амандықпен, саулықпен бас қоса берейік. Мынау осында осыны ұйымдастырып жүрген менің інілерім бар осында. Мына Сампо бар, Ерболат бар, мына кейінгі бір жас кіші Әлеша бар, рахмет осы. Асмолға осы үшеуіне рахмет айту керек. Барлық шаруада осылар қатты қызмет жасады. Рахмет бұларға, бала-шағалардың қызығын көрдім. Немере шөбере түйсін бұларға, тілейтін сол. Күні дейін. Ағайындарына бас қосып тұрған мерекеміз құтты болсын. Мереке болды ғой бізге, той болды. Мен төлеттер аз екендер жүрсін көргеніміз ғой. Шамалақта бизағын жайында. Мен дейінгенім Жұмасит, Бопа. Атылып бәрді. Бізге Бопа атылып бәрді. Менің баламы кенже балам. Екі балам, Бопаның баласы. Ай Бопа. Аттарын тұтқаны ғой. Анау Жұмаситте үйде келмейді. Өше. Мына тойда бас қосқанымыз қандай жақсы болды. Көп екеуміз ғой өзі. Шамалақпыз, мен өзім ол жағын шыққан емеспін. Әкесіздің кейінгі спалы, ол кертіп қалыпты, біз сөйтіп қалып өттік та, кейіннен мына Әлеш ағай, сол сөзбен нағылып, сол кейін қансыра сақпайды. Біразын танымаймын. Бірақ түрлеп жата қалып жүрді. Сол тойда ылғи бас қоса керек. Ал құрметті ағайын туыс бауырлар, бүгін бас қосып жатырмыз. Қаламдарыңызға гүл өтсін. Менің есімім Айостан, әкемнің аты Жеке. Менің кейінгенім 68 жылғы көпшілік, одан кейінгі Бақытжан Қарашаңқытта тұрады. Ал не дейміз мынау? Қатарымыз бұдан да көбейе берсін. Сыйласып жүре берейік. Мен мына
ілшектер тасырып кеш. Осында тұрған мына Анасбек деген, Әтіш деген әкеміз болған. Соғыстың баласы мынау Анасбек. Қазір Тараз қаласында тұрады. Одан кейін мынау Жарқап деген әкеміз болған. Ағамыз соның баласы Болат, Болаттың баласы Әбілхан. Атас қаласында тұрады. Иә, Әбілхан. Мынау Сарматай деген көкеміз болған. Соғыстың баласы Манас. Манастың баласы мынау Бегайдар. Арнайы жаңалықтан келді осы үшеумізбен. Енді басқасын да айтпайды енді. Бұлар көпшіліктер қайта біледі ғой енді ауылда тұрғаннан кейін. Енді осы түп таныса бересіңдер ағайындар. Жақсы. Bir ауыз айтып кетесіздер ма? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыс бауырлар, аға, көке, апалар, қарындастар, жеңгелер, бәріңізге сәлем. Не дейміз, мынау елдігіміз баянды, тәуелсіздігіміз қияметке дейін болсын деп, ынтымағымыз, бірлігіміз арта берсін. Мына жерде ұйымдастырып отырған Алтай атамыздан бастап, мына жерде Салтанат қарындасымыз бар, Ерболат бауырымыз бар. Осы құрылтайдың болуына атсалысқан кісілерге көптен көп рахметімді айтқым келеді. Алла бүкіл істеріне жеңілдігін берсін. Мен өзімді айта кетсем, аталарымыз енді Байқуан, Қуандық, Жанқуан. Біз енді Байқуаннан тараймыз, Байқуаннан Баймұрат. Баймұраттан Дәулетбай, Дәулетбайдан Жарылғаптан әкем аты Болат, одан мен Әбілхан. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Алла сіздерге қуат берсін. Елдігіміз, бірлігіміз арта берсін. Рахмет, ал жиналып суретке түсіп алыңыздар. Кәнекейді. Мынау аз адамсыздар ғой. Ағамыз марқұм соғал тамаша деген ән шығарғызған. Сол тамағалардың тамаша жиында, тамашаны орындайық, тамашаны орындайтын Талғат. Қабылыңыздар, күнінде үстіңіздер. Тамаша тойдың аңмен таңа тілесін, сол тойда жаныңда сен жан отырсың. Тамаша жексенбі күн басында тұнықтан балық аулап бал отырсың. Тамаша жексенбі күн басында тұнықтан балық аулап бал отырсың. Тамаша тойлау түніндесің, түнде солайдайсың. Келін берсең, тамаша ағайынден бірге өмірің бәр қызық бірге өсін. Тамаша ағайынден бірге өмірдің бәр қызық бірге өсін. Тамаша қырдан қызық түлкі ауласын, түлкірек май болсын. Тамаша
бас қоспаса тамаша тамаша емес бірақ ағайын осындайда бас қоспаса деп қояды. Бұны да әр жерде әр жиында қормен айтатын жағдайға жетіңіздер, тамалардың киімінде. Өйткені бәрі тамаша ғой. Ал енді осындай асты ұйымдастырып жатқан. Екінші там келіп жатқан қабында қабыл алып отырыңыздар, әкеле беріңдер тамақты. Ал енді осындай жағдай жасап, осындай асты ұйымдастырған ауыл ағайындар бар, саудагерліктегі ұйымдастырушылар бар, сол ағайындарды ортаға шақырайық. Өзі 40 жыл қырғыннан кейін бір жиналдық дегендей, осы ата баба аңсаған, ағалар аңсаған жиын болғасын, жаңа ет бердік, енді қуырдақ бар екен. Еттен кейін қуырдақ жеп жатқанның өзі бір жақсы ғой. Негізі қазақ, дәм дегеннен яқмайды ғой, бір қазақ пен өзбек екеуі көрші өтті. Өзбек қазақтың қасына көшіп келген ғой. Сол келгеннен кейін жаңағы қоңсы егіндік беру керек, өзбекті үйіне шақырып, ет асып күткен ғой. Сөйтсе өзбектер мана қазақтың дастарханына кел, мен де бұны құрметтейін деп, ол бір аптадан кейін палау жасап шақырған. Сөйтсе қазақ данаған таң қатты да ойына өзбек менен өсіп кетті ғой деп. Содан келесі аптада қазақ қуырдақ жасап шақырыпты. Қуырдақ жегесін өзбекте ойнамайын, қазақ менен өсіп кетті. Бұны мен дәм тамаққа шақырайын деп мәнті жасап шақырыпты. Қазақ енді мәнтіні көрмеген ғой, ол тек қана етті прямой жеген. Одан мәнтіні әкеп қойып, өзбек айтады дейді, қазақ алым деп. Сөйтсе қазақтар айтты дейді, мынаның еті қайда деп. Сен бірінші жеп көрсей депті. Содан мәнтіні алып жеп көріп, қазақ айтады дейді, таңғайды өзбек, сен етті де тығып жейді екенсің дейді. Сондықтан біз қазақ болғасын етті кәдімгі көрсетіп, еттен кейін қуырдақ беріліп жатыр. Бір ет тамақ ұсынылып жатыр сіздерге. Асқа жеп ішіп отырыңыздар қазір. Ағайынның тілегі бар, одан кейін әм бар, сән бар, алып отырыңыздар. Тағзадан келеді. Құрметті ағайын, бауырлар, мынау біреуді бүгін бірінші рет көріп отырмыз, біреуді екінші рет көріп отырмыз. Біз мынау Шымкентте болып қайтқан едік, сәл ертерек. Одан кейін шымкенттік бауырлар осы жерде де болып кеткен. Мен қазір Болысбек інімнің үйіндегі Күлзипа келініне бір қолқа салғым келіп тұр. Күлзипа келін бір жақсы ән орындап берсе. Рахмет. Қош келіпсіздер, орта толсын. Құрылтайымыз жалғасын таба берсін. Ұрпағымыз мың болсын. Тек жақсылықтарда бас қосайық. Жолыққан қандай жақсы. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең жақсы ниетпенен, құшақта қатты қызып, ең жақсы ниетпенен, жүздескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы.
кездесу себеп болып тойдыма керек болып жүздесу қандай жақсы жанымда себеп болып жоқсың қандай жақсы жоққан қандай жақсы жоққан қандай жақсы Бар болсаң қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Жолықсаң қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Көп рахмет. Берден қазы деп жүк болсын енді. Ол жетпес көріктің сезімге серік болған сенбісің аққуысы айрымға келіп қонған айқайын жүрек сөзін бағыма күлек жүзін бұл жүрек сені іздейді үлбірер жүрек сезім айында сен күнімде сен жанымды тербейсің жанымнан жырап кеттің жылытып жар құшағың айында сен күнімде сен жанымды тербейсің күнімде сен жанымда сен бағымда сен сүйесің сені сәулем әрқалай сағымда сен сүйесің сені сәулем әрқалай сағымда сен айында сен күнімде сен жанымды тербейсің күнімде сен жанымда сен бағымда сен сүйесің сені сәулем әрқалай сағымда сен сүйесің сені сәулем әрқалай сағымда сен Көп рахмет. Аман болсын. Рахмет. Мына екінші тамақ дайын болып тұр, әкелейік кәдімгі. Жалпы бағын айттым ғой, өнерлері болса, өлеңдеріңізді айтып тұрыңыздар. Кәдімгі. Тағы да дәлде бар, рәсімі бар. Жаңағы қазақтың бұлбыраған қозының қуырдағы бар. Дастарханды сүйретпей, көңілді күйретпей, дастархан басына түгел жиналыңыздар. Келіп отырыңыздар. Осы алыстан сіздерді шақырып, таныса
барсақ бір сейітке бардық. Төрт көз түгел дәм басында отырған дұрыс болады. Өйткені дастарханда асты елді сыйлағанымыз, өзіміз сыйлағанымыз. Кіріңіздер бәріңіз. Қабыл алайық. Ауылым туралы ән сіздер үшін. Бүгін жайқалған дастарханды жағалай қойған ел мінекейде отырыстар. Сіздердің құрметтеріңізге сол жайқалғандың ағалы жайып ағатыстығын қабыл алыңыздар. Tengah отырыңыздар кәнекейді. Қазірде қара шаңырағы ғой, кезінде орталығы болған. Қазір қара шаңырақ дейміз. Бағана көкемнің айтып өткені несі бар ғой, тарихы бар ғой. Осы жерге келіп, тоқтап, өшеден аудан құрылып. Қазіргі арқадағы, жаңарқадағы Сарзы Түскен деген совхоз бар. Негізі 28 жылы сол жерде Сарзы ауданы құрылған. Сол 4 жылдан кейін бері қарай елге өшірді қиындыққа. Қазіргі жерде ел отыр, ағайындар отыр. Ол жердегі совхоздың айтқасы Түскен деп аталады. Бірақ Сарсу ауданы осы Қаратаудың етегіне келіп аудан болып құрылды. Соның өзіне биыл 96-97 жыл өтті. Құдай қаласа 28 жылы 100 жылдығы бар. Оның
да ортасында қара көрсетесіздер. Осы ағайындар, соның көбісіне атсалысып жүрген кісілер бар. Осы жерде отырған ағаларымыз бар. Кешегі 95 жылдықта, 90 жылдықта да арқадағы елге барып сол жерге белгі қойып, одан кейінгі тойын өткізген. Бүгінгі осы жиылып отқанымыздың бәрі сол кешегі бабаларымыздың анау далада қалып сүйегі. Сонда осы ұрпағымыз қалсын деп бірін-бірін сүйретіп, бірін-бірін жетектеп жеткізген елдің ұрпағы бүгін өсіп өніп, бір қауым ел болып бас қосып отырсыздар. Бүгін осы шараны ұйымдастырып жатқан Өршелек ауылдағы, Саудагент ауылындағы ағайындар ортаға келсін, қошеметпен қабылдаймын. Сарсулық бауырларым түгел шығыңыздар. Аязгүл, шық, тәте, сіз де байқадамға қосыласыз, шығыңыз. Бәріңіз шығыңыздар. Бүкіл осы жерде қызмет жасап жатқандардың бәріңіз шығыңыздар. Құрметті менің әр жерден келген бауырларым, сіздер кеше болған адамдар бар, болмаған адамдар. Біз айттық қой, мынау қазаққа 16-шы жыл, одан кейінгі 28-ші жыл, одан кейінгі 32-ші жыл бізге нәубет болып келді. Біз сол 16-шы жылға шейін, 28-32-ші жылға шейін арқада Сарсу өзенін бойлап сол жерді жайлаған таман ішінде жөгі, жөгінің ішіндегі төлеп боламыз. Ал енді біздің ол жерде әлі күнге дейін естелігіміз бар. Қазір біреу білет, біреу білмейді. Бүкіл тамалардың есінде Жантөрет көңі деген жер бар. Ол бүкіл төлепке байланысты нәрсе. Біз онымен мақтануымызға болады. Ал енді мынау алыстан деген туған туысқан бауырларға қызмет жасап жатқан осы жерде бірінші ер адамдардан бастайық. Менің Қалмен ағам тұр осы жерде. Қалмен ағамның осы жерде 2 баласы, келіндері, Құдай қосқан қосағы, осы бауырларды бізге сыйлаған Аязгүл тұр. Қолыңызды көтеріп қойыңыз. Одан кейін осы жерде менің Өмірхан ағам бар. Қайда? Сұлтанбекұлы, жаңағы Әділханұлы Өмірхан. Одан кейін мінекей Тәттібайдан Таймолдадан Алтай отыр. Ал енді мен жеке-жекеде айтпады демеңдер, осы Таймолдан тараған осы жерде Байқоңырдың балалары бар, Шабданның балалары бар, бәрі осы жерде. Өмірханның балалары айтылып кетті, олар Астанамен кетті. Енді осы жерде Қадира қайда? Қадира бар ма? Қадира қайда?
Қадира деген жеңгеміз отыр. Қадирадан жекемнен тараған балалар осы жерде, екеуі осы жерде қызмет жасап жатыр. Біреуі жаңарықпен жаңа тілегін айтып кетті. Одан кейін осы жерде Асаннан тараған Дулатбай, Жаңабай, мінекей Дулатбай көкемізден жерде Болат тұр. Жаңабай ағам дүние салып кетті. Қазір осы жерде мен Зоя жеңгем тұр. Мынау шаңырақ, сіздердің отырғандарыңыз, біздің бауырымыздың салтанатымыздың шаңырағы. Мынау құтты шаңырақ деп есептейсіздер. Бұл шаңырақта қандай жақсы, қандай жайсан адамдар болмады. Осы құтты мекеннің егесі біздің Жаңабай ағамыз бен Зояның перзенті. Осы жерде салтанат қайдасын, бойыңды бір көрсетіп қойш. Менің аман жолым қайда? Аман жол шақырыңдар. Барсын ба көрініп қой. Нұрдәулетте қазір әрқайсысы сөйлеген кезде айта жатыр. Ал енді кім қалып кетті? Мына жерде менің Жұмажан деген апам тұр. Бұл кісіні енді өзімізге қосып алып жатырмыз. Бұл кісі Жаңарықтан шыққан, Қаражамбыл деген көкеміз болған. Сол Қаражамбылдың қызы Жұмажан апамыз. Осы жерде Күзембай деген адам болған. Түспектің тарайтын Күзембай, Күзембайдан Шамшы, Шамиден сол Шамшы ағам үйінде Ырымтай деген жеңгем бар. Қайдасың? Шамшының Ғабидені мынара тұр. Ал енді байғанымда көп болған жоқ. Шудың бойында қызмет етті. Үлкен әкеміз мынау Талас ауданы Бозарықта қызмет етті. Біздің Бегман деген көкеміз болған. Бегманнан Сейітбек тарайды. Сейітбектен осы жерде үлкені Сейітқұл отыр. Ал ол Сейітбектің осы жерде жары жеңгеміз Шырынкүл отыр. Тұрып қойыңыз. Түрігіп қойыңыз. Ал енді осы жерде біздің Жантөре деген әдейі үлкенін айтып жатырмын. Жантөреден тарайтын Нұрмағамбет, Аппаз, Нұрмағамбеттен осы жерде менің Қабыл ағам тұр. Енді бағана Аппаздан тарайтын Әріпхан Астанамен шығып кетті. Ол кісі астаналық болып кетті. Одан кейін бізде Бектөре. Бектөреден жаңағы біздің Бегмат. Бегматтан осы жерде үлкеніміз Әлияға кішкене денсаулығы болмай келмей қалды. Осы жерде жары Жібек тұр. Ал енді осы жерде одан кейін Жібектің артында інім Әзізхан тұр. Енді мен шатасып қалдырып кетпеймін. Ал енді жаңа тас деген жоқ, біз оларды көрмей жатырмыз. Мынарда Қойшыбай деген кісі болған. Қойшыбайдан тарайды. Енді көбісі Әбілқасым, Мұхаммед Қасым. Енді өкінішке орай Әбілқасым ағам балаларынан ешкім келмеді. Осы жерде Қойшыбайдың үлкен немересі, үлкен баласынан тарап тұрған Абдықадыр тұр. Басқа мінекей Қайрат шөбересі тұр. Тағы кім бар? Мен айтпай кеткен. Ал енді жаңа алматылықтар сөйлеп кетті. Сыздық деп айтып кетіп жатыр. Сыздықтан тарайды. Осы жерде Тойымбектің немерелері бар. Тойымбектің ұлы Шаяхмет,
Шаяхметтен осы жерде көп жақсылыққа мұрындық болып жүрген Ерболат қайдасың? Тұрсың ба? Ал енді Шаяхметтің Ахмет деген ағасы бар. Енді ол да бір себептермен келмей қалды. Осы жерде Ахмет аға дүние салып кеткен. Жан Ахмет осы байқадамдық. Ал енді сендер түгел айтылдыңдар. Кімді айтпай кеттім. Енді Сердалы деген атамыз болған осы жерде. Сол Сердалыдан Әбжаппардың інісі Сейітжаппар ағам қайда? Тұрсыз ба? Әбжаппардан осы жерде Мейрамбек тұр. Ал енді мен айтпаған кім қалды? Шатасып жатсаңдар. Кім? Қалмен ағамды айттым. Ал енді айтпаған маған есімде салып жіберіңіздер. Ал енді осы жерден бері сіздерге тіл қызметін көрсетіп жатқан Асқардың немересі Әбден деген кісінің ұлы мен боламын. Ал енді біреуге жеңге, біреуге келін болады. Біздің үйдегі хозяйкам келе алмай қалды. Осы жерде енді көпшіліктен қорқамыз ғой. Ініміз бен келініміз жүр. Жеңісбек тағы кім бар еді? Дәнияр! Жағатастық деп бағана бөлінбе деп жатыр едім ғой. Дәнияр қайда? Қайда кетті? Неге шықпайсың Дәнияр аға? Неге отырсың? Дәниярдың бәйбішесі қайда? Тұр былай. Мінекей осы тұрған қауым сіздерге кешеден бері қызмет жасап жатыр. Ал енді барлық қызмет кім жасап жатса да тек қана қызығушылықта тойда қайтсын. Ал енді мен Қалмен ағаға беремін. Бұл менің айтып жатқан тілек емес, таныстыру. Тілекті мінекей ағам айтады. Ағайын туысқандар, сәл жиында таппыз. Барлықтарыңызға денсаулық, аманшылық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум, туған туыстар, егдар жүректер. Мына бүгінгі жиналып жатқан неміз, мына інілеріміз айтып жатыр. Бауырлардың бәрі жан-жақтан келіп жатыр. Мыңда бір рахмет. Осы тірліктері гүлдей жасын деймін. Шапқа жүгіріп жүр осы. Сондықтан тек қана жақсылық болсын. Бәрі туысқанның бәрі қосылғанда қуаныштымыз. Ұзағынан болсын. Құрметті жиналған қауым, ағайындар, туыстар бас қосып жатыр. Бұл бір үлкен дәреже болды бізге. Бүйтіп төлеп ағайындардың басын қосып, осындай бір-бірімен қауышып, көрмегендер бірін-бірі көріп, кешеден бері мәз-мейрам болып жатырмыз. Ұйымдастырушыларға рахмет айтамын мен осыны. Өстіп ұйымдастырып, осы жағдайға жеткізгеніне. Ал енді бұдан да бірлігіміз арта берсін, денсаулықтарыңыз мықты болып, өсіп, өліп, бала-шағаны өсіре беріңіздер. Бір-бірімізге тілектес жандарымыз, сол тілегіміз орындалып, алдымызда барлық жақсылықтар бола берсін, бас қосу көбейе берсін бұдан кейін. Мынау бұл енді жиынның басы ғой. Өз анау бұл
мындай ағайынның жиыны емес, үкіметтің өзінде де қателік болады ғой, Назарбаев Тоқаевта қателесі бар. Сондықтан бұл жерде ұйымдастырып жатқан кісілерден де кетеді, жұмыс істеп жатқан балалардан да кетеді. Мына жерде біз таныспай қалдық, алыстан келіп жатқан ағайындарға ескертіп қойып, біз таныспай қалдық, біз шықпай қалдық деген кісілер болса, ортаға келіп өздеріңізді таныстыра кетіңіздер. Ешкім қалып кетпесін. Ертең ана жаққа барғанда алдымыздан шығып өкпе айтып жүрмеңіздер. Сондықтан осы ағайынның ортасында бір ауыз нелеріңізді айтып кетіңіздер. Ал кәмпір. Құрметті ағайындар, құрметті бауырларым, құрметті туыстарым, бүгінгі бас қосу ылайымыз жақсылықтың нышаны, болашақты келешектің алдында болған жоспардың үлкеюі, арамыздың өсуі, балаларымыздың көбеюі, немереміздің өсе беруі, сол бәрін алып тілек. Өмірхан, Әбілхан ұлым. Біз ағайын екеуміз. Тұрлыхан Өмірхан деген. Тұрлыхан ағамыз денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Жаңатас қаласында тұрып жеңгей. Ал әлем Лесхан Астанада тұрады, сәл сөйлеп кетті. Шымкенттен келген мына Бейсахан деген ол келіп Шымкенттен келіп отыр. Өзім Құдайға шүкір енді балам бар. Оразхан деген келінім бар, алтын немерем бар. Солармен осы сарсу болып, суын ішіп, шөбін аптап, рахатты өмір сүріп жүрген жайымыз бар. Бәрімізді айналайын дендер сау болсын, өмір жастарымыз ұзақ болсын. Қандай қиыншылық болмасын алдарынан. Яғни аттай шапқылап, құмдай шырқылап өте берген. Өмірге толық, қызықшылық боя берсін. Кешеден бері, кеше күннен бастап, осы үлкен ағаларымыздың үйінен басталған осы іс-шара мінекей қазір жалғасын тауып жатыр. Мен жаңа айтып өткендей, Шаяхмет деген кісінің жолдасым, жұбайым өмірден өтіп кеткенге 15 жылдай уақыт болды. Қазір осы жерде балаларым жүр. Мына бүгінгі іс-шара кешеден бері жаңағы бүткіл туысқандардың арасын бір-біріне жалғап, табыстыру, көрісу шарасы болып жатыр ғой, жан-жақтан келіп жатырсыздар. Алды Астана, Алматы, Тараз, Жаңарық, Жайылма деген барлықтарыңызға мың алғыс. Мінекей өте жақсы бастама деп ойлаймын. Енді қандай іс-шараның болмасын, бастаманың кем-кетікшілігі болмайды, обязательно кемшілік болады. Біреу сын айтады, бірақ сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Ары қарата жақсы жалғасын тапсын. Келген барша кісілерге алғысымды білдіремін. Мынау алдымен ауылдың үлкен ақсақалдары осы істі жаңағы ұйымдастырған, бағыт-бағдар берген ағаларымызға, ақсақал ағаларымызға үлкен рахмет. Мінекей алдымызда отырған осы кісілер аман болсын. Одан кейін сол істі жалғастырған мынау ел ағасы жаңағы мына Алеша Әріпхан ана жақта отырған жаңағы осы жерде мінекей жаңағы Лесхан Алматыдан келіп отырған талай жігіттер осында ел ағасы болған, жастар 50-ден асып 60-қа келген. Сол кісілердің ары қарата жөнсіздігімен ол кісілердің інілері жаңағы осы жерде жүрген жігіттер мына бүгінгі осы іс-шараның басы-қасында бірінші өздерінің жұбайларын салып, бәрін ұйымдастырып, неше күннен бері осы жерде қызмет жасап жатыр сіздерге. Біздің келіндеріміз жүр мына жерде алтындай, балаларымыз жүр жаңағы. Кешеден бері мінекей ағаның үйінде Құдайға шүкір, Құдай күткеннен арман болып жатыр. Осындай бәрі кісілер келіп, сол үйден дәм татып, өздерінің ыстық лебіздерін, тілектерін айтып, сол осы отырған екі кісілерге, үлкен кісілерге, сол кісілердің шапағаты дейсін, жылы лебіздеріне рахмет. Бұл кісілерге рахмет, өздерінің мынандай денсаулықтарына қарамай, сондай жаңағы қызықшылықтың бәрін бірге атқарысып, күліп ойнап, сол кісілермен бірге отырып, бірге жаңағы сұхбаттасып жатырған. Сіздерге үлкен рахмет, аға, тәте, баршаңызға. Одан кейінгі айтатыным мына жерде Зоя апамыз отыр ғой жаңа, айтып жатырмыз, кешеуіні қандай кісілер өмірден өтіп кетті жаңағы. Осында ұлға бергісіз отырған мінекей айналайын салтанат, аман жол.
неше күннен бері осы тойхананың бәрі кем кетігін өзі түгендеп жүгіріп бір жағынан бауырларына көмектесіп жүрген қыз деген тілеуқор ғой, тілеулес. Әркез сондай жаңағы бауырларының үзілген жерін жалғап жүреді екен. Ол бастан солай айтылған екен қазақтың несінде. Баршаңызға рахмет. Бүгінгі осындай іс-шараға келіп, осы тілектеріңізді білдіріп, бір-бірлеріңізбен жүз көрісіп, табысып жаңағы жақсы тілектеріңізді айтып жатқан. Баршаңызға рахмет. Үйлеріңізге аман-есен жетіңіздер. Барғаннан кейін аналарыңызға, жұбайларыңызға, балаларыңызға, немерелеріңізге айтыңыздар. Осындай жақсы іс жалғасын таба берсін. Келген барша кісіге рахметімді айтамын. Бұл неге рахмет айтып деп ойлап тұрған шығарсыздар. Баласы атқа мінсе, анасы тақтын қысады дейді. Неше күннен бері баламның қалай іс жасап жүргенін көрдім. Ана алдар аспандағы түкке ұқсап, құлағынан телефон түспейді. Соның арқасында мінекей ар жақ бер жақ бауырлардың бәрін тауып, шақырып, ұйымдастырып, мінекей осы жерде мынау Маколар бір жағында, Оразхан бар, Бақытжан бар, Асылбек бар, Мейрамбек бар, осындай үш жерде жүрген балалардың бәріне Қанат бар, Талғат бар, неше күннен бері күн түн демей бәрі шауып шапқыласып. Осы ұжымдардың, осы ынтымақтардың ажырамасын, келіндер айналайын, шаршамаңдар, алдарында үлкен өмір бар. Ұлдарың ер жетіп келе жатыр, қыздарың ер жетіп келе жатыр. Сендер де үлкейіңдер, есейіңдер. Осындай жақсы бауырларыңның, жақсы ағайындарының ортасында жарқырап, жайнап жүре беріңдер. Баршаңызға алғыс айтамын. Рахмет. Ағайынды құрметті бауырлар. Бүгін ауылымызда төлептерден шыққан ағайын бауырлар бас қосып отыр. Жаңа Алеша айтып таныстырып өтті ғой. Мен бір жолы бір төлептің ұлымын. Осы төлептің Сарымырзадан шыққан, Сарымырзадан Жолшыбай, Қолшыбай болып тарайды. Сол Жолшыбайдан Сердалы, Сағындық Сердалы байғара отырып, Сердалыдан жаңағы біз Әужаппар, Сейжаппар ол кісі үлкен ағамыз кетті, ниетін өтті. Мен өзім осы байқанымда туып өскен, бірақ Қаратау қаласында тұрып жатыр. Соны қазір ойлап қарасам, ояқта да бір 50 жылдай тұрып қойыппын, Қаратаудың өзінде. Осы хабарды естігелі бері менде қуанып, күнде жаңағы тикток нелерден төлептердің сайын қарап отырамын. Соған қуанып отырамын. Мына төлептердің басына қосылғанына қуанамын. Бұдан әрі осы жалғаса берсін. Жастары қосылсын. Мынау осындай сарай, бұндай сарайда егізі сарайлы болсын біздің төлептеріміз. Дендері сау болсын, отбасылары аман болсын, ұрпаққа жалғаса берсін. Аман болыңыздар. Ағайын мынау орта тола берсін енді. Біз мына жеген деген кісіден тарағанбыз. Әуісхан ағам. Одан кейін мен көпшіл Бақытжан деген інім бар жаңа. Шешеміз бар, Қатира деген кісі. Мына төлеп ағайындар бауырлығымыз арта берсін, әрқашанда осындай бір дастархан басында отырып нәсіп етсін. Сіздерде енді бөтен жерге келіп жатқан жоқсыз, Сарысудың өңірі біздің әкеміз Шолаққорғанда жүргеннен осы жерге Сарысуға келіпті, Қойшығара көкеміз. 13 жасында әкемді салып атып кеткен ғой, сөйтіп әкемнің шешесі келеді екен. Мен төлептер үшін туған жоқпын десе, ой, онда күлге алмап тауып алыппын деп әкем шешесіне Қойшығара көкеміз айғайлайды көреді. Осы жерде қалады жекен, осы жерде өмір сүреді деп алып қапты осы байғадамға. Осы Сарысудың топырағы бізге беріпті, бізде осы жерде өмір өсіп жатыр. Аллаға шүкір, немерелеріміз, ұл-қыздарымыз өсіп, немерелер болып жатыр. Ал ағайын, әрқашанда осы Сарысуды көріп отырсыздар, келіп тұрыңыздар. Мына Байқадам деген ауыл, үлкен ауыл ғой, байқап отырсыздар. Өстіп мына қарындасымыздың тойханасы әрқашанда осындай ағайынға толы болсын.
арамызда әпкелеріміз де қатысып отыр. Осы жерде мен Жаңабай ағам үйінен Мира қарындасым Тілек қыздардың атынан айтайын деп отыр. Құрметті менің бауырларым, мені Жаңабай мен Зояның 3-ші қызының есімі Мира болады. Мына жиынды көріп, өзім бір тебіреніп, қуанып тұрмын, сіздерді көргеніме қуанып жатырмын. Мен Төлеппін дегенде естіген уақытта төбеміз көкке жетіп, қуанамыз. Өйткені біз қыз баламыз сыртта жүрсек те, сіздердің тілеулеріңізді тілеп, әр Төлептің баласы атқа қонса қуанамыз. Дендеріңіз сау болсын, астарыңыз тек жақсылықта жүрсін. Өйстіп бала-шағаларыңызды қосып, бір-бірлеріңізбен танысып, ынтымақтарыңыз ажырамасын. Келесі құрылтайда бұдан да көп болыңыздар. Біз сіздердің сыртта жүрсек те тілеулеріңізді тілей береміз. Дендеріңіз сау болсын. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Рахмет, соншама жерден ат шаптырып, бір-бірімізбен танысайық, білісейік деп келіп жатырған мынау күнде жол жүруде оңай емес. Рахмет сіздерге, басымды иемін. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Бәріңіз бізге бауырсыздар. Рахмет үлкен. Құрметті бауырлар, мінекей қандай тілектер айтылып жатыр. Әр жақсы сөз айтқан сайын жүрегіміз кеудемізге сыймай бара жатыр. Жаңа бұл жерде Мира айтып кеткендей, Құдайға шүкір, көп біз деп айтпайық, барымыз. Әрдайым бар болайық, бай болайық. Мынау бүгінгі келіп осы жерде дәмдес болып отырған себебімізді әрқайсымыздың іштеріңіз біліп отырған шығар. Бағанадан бері айттым, аралас отырыңыздар, құралас отырыңыздар, бір-бірімізбен танысып отырыңыздар. Ал енді бас қосудың басты мақсаты не деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, әрқайсымыз түсініп, бәрін түйсікке түйіп отырған шығарсыздар. Бірінші біздің мақсатымыз танысу, екінші бұл бірінші құрылтай болып отыр. Сондықтан көп нәрсенің томпақ жері болып жатыр. Ондай томпақ кетіп жатқан жер болса, мен сіздерден кешірім өтінемін. Ал әрқайсыңыздың ойларыңызда, кеуделеріңізде сақталып жүрсін. Бұл кездесу әр жағын жалғасын табатын болсын. Қай уақытта кездесе аламыз? Жыл сайын кездесеміз ба? Жоқ әлде арасына 1-2 жыл салып кездесеміз ба? Бұл жиынның жалғасы болу керек, әр жағында даму керек. Біз бүгінгі келмеген адамдар келесі жиынға келу керек, келесі жиынға келмегендер одан кейінгі жиынға келу керек. Сөйтіп біздің іргеміз кеңейе беру керек. Мүмкіншілігінше әр адамның енді жүрегі біледі ғой. Барлықтарыңыздың қуаныштарыңызға ортақ біз қайда жүрсек те. Мынау телефонмен көп адамдар жақсы тілектерін айтып жатады. Біз соны оқып отырып ырза боламыз. Сол ырзалықты Құда қаласа алдағы уақытта телефон арқылы емес, әрқайсымыз бет жүзімізді көрсетіп, сол шақырған жерге аяғымызбен барып, қуанышын бөліссек деп ойлаймын. Ал енді өз жерде айтып кетесіздер ме, әр өңірден келген адамдар, кімде қандай ой бар, келесі кездесуіміз қай жерде болады? Қалай өтеді? Қанша күнге жалғасады? Бүгін енді күннің ауа райын ыстықтығына қарай, жол жүріп келген жағдайға қарай, біз кеше күткенбіз, бүгін екінші күн деп есептейміз.
Сондықтан сіздердің алтын уақыттарыңызды алмаймыз. Ой пікірлеріңіз болса, әлде болса телефон арқылы болса да байланысып, ойларыңызды бөлісіп отырарсыздар. Ал енді жалпы бұған бастама болған біздің жігіттер Әріпхан, Ерболат, Мако, осы жерде Бақытжан, Асылбек, әр өңірдегі өздеріңіз білесіздер, Шымкентте мысалы Болысбек, Шолаққорғанда Лесхан, Жамбылда Нұрғали, Алматыда Қанат, мінекей барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Әр үйде қуаныш болсын, әр шаңырақта шаттық болсын, әр шаңырақ сәбилі болсын, қуанышымыз қуанышқа ұласа берсін. Ал алдарыңыздағы дәнді алып, әңгімелесіп, мінекей сіздерге көрсеттік, қызмет жасаған кісілерді. Барлық кісінің, барлық кісінің қызметі тек қана тойда қайтсын. Ал енді бір суретке түсіп алайық. Ата-апаларда бардыңыздар. Одан кейін үлкен дәм келді, ас келді. Мына үлкендер отыр, үлкендерден батасын алайық та, әруақтарға Құран бағыштап, соңынан дейін бар, өшір жастар білейік сіздер, өшірді қарап білесін. Жол жүретін кісілердің жолына айламай, ұзақ жолға жүретін кісілерге Алладан мақсат болсын. Жақсылық жиғасынамыздар, көкемізден бата сұрайық. Содан кейін бар, бір құлақ бағыштап бар, ары қарай шабамыз. Әумин. Құдайға шүкір, жиналып, ата-енесі бас қосып, бір-бірді біле танысып жатқан жайымыз бар. Сол ұйымдастырған балаларға рахмет, осы жасалған үшін. Әр уақытта сіз бізден осы, басқа сөйлейді. Өтіс болсын, қақтектес болсын. Bir yol tanıştığında keyif, yol tanıştı, on yol tanışmadan, yol tanıştı, erken çeşit tanıştı, koyuyor. Sağlıklı devletine ulaşasın oldu. Amin. Kudaya olsun devletine versin. Allah destekimizi versin. Bana şahım zararla iş vakti çağırır. O ne olur? Ne ayıptasının bana rahmet. Bağırlar mene, birazımız birbirimize kıymay, yeni vakıta soğuşaklarına kaydet yapmış. Men осы жиынға келіндердің бірдей киім киіп, апта баламалдардың, осы төлептердің келініміздер бақытты болып біздерге қызмет еткен келіндерге рахмет деймін. Аллаларың құрсағына берсін, өмір жасына ұзақ болсын. Келіндеріміздің бәрі осындай инновативті ибалы болсын. Ол деген бізді қылдырады. Мына өзіне ақсақалдарымыз ғана өмір берсін. Келесі жиындарымызда басын төлемеген қалда халқымыздың тіршілігінің бірлігінде бас қосуға нәсілесін. Ал енді Құран жүрейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ата-бабаларым, ағайын-сауаларым, аналарым, әкелерім, ұқсап дінім ашадым. Алла
Тағала бүкіл төлеп атамыздың төле атанған бүкіл ата бабамызды құшақтан башладық. Я Раббана Кәрім, барша өмірден ата бабамызды өзінің рахымға алғайсың. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи шапағына білегейсін. Олардың тіршіліктерінде біліктерінің күнәлерін кешіргейсін. Қабірлерін Құранмен нұрландырғайсың. Алла Тағала бара жерлерін фирдауси жәннаттың кесірімен кәлим. Я Аллахым Субхана Тағала осы артындағы біздерге ұрпақтарына қайырлы имани ислами өмір бергейсін. Аллахым Субхана Тағала осы басқосуымызды қайырлы еткейсін. Алла Тағала бір-бірімізге деген жүректерімізге мейірім ұялатқайсың, бір-бірімізге бауырмал қайсың кәрим. Аллахым Субхана Тағала осы жақсы берекелі уақытымыздың жалғасын өз Алла жылда жыл сайын басқосуларын нәсіп еткейсің. Алла Тағала халқымызға тыныштық бергейсің, елімізге Алла Тағала амандық бергейсің, шекарамыздың беріктігін бергейсің, қас-жағымызға амандық бергейсің, дін исламға қуат бергейсің. Я Раббана Кәрім, келесі жылы келіскенде басымыз азаймай, басымыз көбейіп Алла Тағала шөберелер, немерелер ұл болып басқосулар өткейсің. Алла Тағала алтын ортамызда үйлене жүрген бауырларымызға, балаларымызға Алла Тағала қайырлы берекелі жұбайын, Алла Тағала жұбайын дұртастырғайсың. Алла Тағала ортамызда уақыт беріп Алла Тағала ұзатылмай жүрген қыздарымыздың қарындастарымызға Алла Тағала бейілдің қаматы ұзатып беріп нәсіп дейсін. Баршамыздың осындай тойларына кездесіп, жақсылықта кездесіп, жақсылықтың табысын нәсіп дейсін. Алдымыздағы аналарымызға, ағаларымызға, қарттарымызға, қарияларымызға Алла Тағала ұзақ өмір берсін. Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллахумма раббана иғфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума яқумул хисаб. Ва саллаллаху ала хайри халқихи Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ахли байти ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Қабыл болсын, ниет қабыл болсын. Ағайынның тымағын қайырсын. Ағайынның тымағын қайса, елдігіміз нығаяды. Елдігіміздің нығайғаны қазақтың қазақтылығы артқаны. Сол елдігіміз, қазақтығымыз, еліміздің мемлекетіміз нығая берсін.
Мәйге сөйтіп сөйтіп кетеді көп тұсып. 1, 2,